Бүгін сіздермен біз оливье салатын дайындайтын боламыз. Ол үшін бізге сәбіз, картошка, қияр, жұмыртқа, горох, майонез керек болады. Ең алдымен сәбізді майда түпкіш тәрізді етіп турап аламыз. Одан кейін қиярды да дәл осылай көлемде төртбұрыш етіп турап аламыз. Және жұмыртқаны турап аламыз. Әркім өз қалауынша, өзінің қалаған көлемінде, өзіне ұнайтын формада турауына болады. Мен өзім балаларым жейтін болғандықтан осылай майда етіп турап, бетіне горохты салдым. Кейбірлеріңіз горохты суымен қосасыздар ма? Соны комментарийге жаза кетсеңіздер. Мен суын қоспаймын. Осылай майонезін қосып, жақсылап тұз салып, араластырып, дайын салатты балаларға ұсынуға болады. Рецепт ұнаса, лайк басып, менің каналыма подписаться етіп кетсеңіздер болады.